Келесі 1206 есебіміз. Сағат 2-ні көрсетіп тұр. Егер минуттық тіл 90 градусқа бұрылса дейді. Яғни минуттық тіліміз бүйтіп келеді да мына жерге қояды, яғни 90 градус. Сонда қай уақытты көрсетеді дейді. Сонда 2-ден 15 кетеді. Сонда 02 15-ті көрсетеді екен. Екінші жағдайда 180 градусқа бұрылса, яғни бүйтіп келіп 6-ға келеді. Сонда ол 02:30-ды көрсетеді екен. Келесі 1207 есебіміз. Бұрыш АОБ 87 градусқа тең дейді. Сіздер транспортер арқылы өлшеп сызыңыздар 87 градусты. АОБ екен. Бұрыш АОБ ол бізде 87 градусқа тең. Енді осы бұрыштың ішіне осы сәулесін жүргізіңіздер. Қандай да бір осы сәулесін жүргіздік. Бұрыш ВОС ол бізде 52 градусқа тең екен. Яғни ВОС мына жеріміз 52-ге тең. Жалпы бұның 87 градусқа тең еді. Енді дәптерге есептің шартына сәйкес суретін салыңыздар және АОС бұрышын табу керекпіз. Бұрыш АОС дегеніміз жалпы үлкен бұрыштан, яғни жалпы үлкен деп отырғанымыз АОВ бұрыштан бұрыш азайтамыз бұрыш СОВ-ны. Енді барлық мәліметтерді орнына апарып қойық. Бұрыш АОС дейміз. Бұрыш АОВ деп отырғанымыз 87 градусқа тең. Одан айырсамыз СОВ ғой, енді орнына осы жазғанда ол 52 градусқа тең екен. Нәтижесі тең болады 35 градусқа. Мына жерде СОВ немесе ВОС деп жазсақ та болады. Орнына ауыстырса ешқандай разницасы жоқ. Сонда АОСымыз 35 градусқа тең. Келесі 1208 есебіміз. Суретте кескінделген КОЛ, КОН және НОЛ бұрыштарын өлшеңдер деген. Яғни транспорантерді алып, мына аралықтарды градустағы өлшемдерін өлшеп аламыз. Қане өлшеп көрейік. Бірінші КОЛ деп отырғанымыз ол тік бұрышты екенін байқаймыз, яғни 90 градусқа тең. Ал бұрыш КОН транспортер арқылы өлшеп көріңіздер, градустық өлшемі 55 градусқа тең болады. Келесі бұрыш НОЛ деп отырғанымыз ол 35 градусқа тең. Енді мына шарттың тең екенін дәлелдеңіз дейді. Жазып қояйын, КОЛ азайтылған бұрыш КОН дегеніміз бұрыш НОЛ-ға тең дейді. Енді осыны шығарып көрейік. Орнына апарып қойық бар мәліметті. Сонда КОЛ деп отырғанымыз 90 градус, азайтылған 55 градус, ол тең 35 градусқа дейді. Яғни шартымыз дұрыс екен. Себебі 90 градустан 55 градус азайтсақ, 35 градусымыз тең шығады екен. Келесі 1209 есептің бірінші сұрағына жауап берейік. Бұрыштың градустық өлшемдері оның қабырға ұзындығына тәуелді. Жоқ, оның қабырға ұзындығы өз алдында болады, бұрыш өз алдында болады. Сондықтан да жоқ деп жазамыз біріншісіне. Екіншісінде бұрыштың градустық өлшемдері тең екі бұрышқа бөлетін сәуле биссектриса деп аталады. Бұрыштың градустық өлшемін екіге бөледі бізде биссектриса. Сондықтан да екіншіміз иә болады. Келесі үшіншісіне қарайық. Бұрыштың қабырғалары сәулелер. Ол да иә. Келесі төртіншісі. Бұрыштың градустық өлшемдері оның қабырғалары ұзындығына тәуелді емес. Бұл дұрыс. Бірінші сұрақтың дұрыс нұсқасын берді. Төртіншісінде. Келесі бесіншісінде
бұрыштың қабырғалары кесінділер жоқ, кесінді болмайды, оның қабырғалары бізде сәуле болады, сондықтан да жоқ деп жазамыз. Келесі 1210 есебіміз. Сүргетте кескінделген АБС-да 4 бұрыштың әрбір бұрышының градустық өлшемдерін транспортирмен өлшеп табыңыздар еді. Сіздер өлшеп көріңіздер. Мендегі өлшеген өлшемдерді жазайын. Бұрыш А-мыз ол тең болды 65 градусқа. Сіздер міндетті түрде транспортирмен өлшеп, менің жазған нұсқамды тексеріп көріңіздер. Бұрыш В-ны 115 градусқа тең. Ал бұрыш С, ол яғни тік бұрыш 90 градусқа тең. Дәл солай бұрыш Д-да ол 90 градусқа тең. Енді мына шарттың мәнін табыңыздар дейді. Ол деп отқанымыз бұрыш А қосылған бұрыш В қосылған бұрыш С қосылған бұрыш Д. Сонда 65 градус қосылған 115 градус қосылған 90 градус қосылған 90 градус. Нәтижесі 360 градусқа тең екен. Яғни өлшегеніміз дұрыс екен. Себебі төрт бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең болады.